2025 жылы елімізде көп балалы аналарға берілетін жәрдемақы қаншалықты өседі? Қазақстанда көп балалы отбасыларға берілетін жәрдемақының ең төменгі мөлшері 59.183 теңге. Дегенмен қаңтардан бастап барлық зейнетақы мен жәрдемақы көлемі жыл сайынғы инфляция деңгейі бойынша индекстеледі. Олай болса, 2025 жылы көп балалы аналарға берілетін жәрдемақы қаншаға өседі? Вице-премьер Нұрлан Байбазаров 2025 жылы көп балалы отбасыларға төленетін барлық мемлекеттік жәрдемақы мөлшері 6,5%-ға индекстелетінін жеткізді. Айтуынша, балалы отбасыларға арналған жәрдемақыларды төлеуге 2025 жылға арналған республикалық бюджетте 875 миллиард теңге қарастырылған. Елімізде көп балалы отбасылар санатына кемінде 4 баласы барлар жатады. Жәрдемақы 23 жасқа дейінгі күндізгі бөлімде оқитын студенттері барларға да ескеріліп беріледі. Дегенмен жәрдемақы мөлшері айлық есептік көрсеткіштің балалар санына байланысты тағайындалады. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметінше, 2024 жылы 4 балалы отбасыға 59.183 теңге, 5 балалы отбасыға 73.988 теңге берілген, ал 6 баласы бар отбасыға 88.793 теңге, 7 балалыларға 103.598 теңге төленген. 8 және одан да көп бала болса, оларға 4 айлық есептік көрсеткіштен, яғни әр балаға 14.768 теңгеден бөлініп отыр. Бұл биылғы жылдың көрсеткіші. Келер жылы, яғни 2025 жылы көп балалы отбасыға берілетін жәрдемақы 63.030 теңгеден басталады. Келер жылы айлық есептік көрсеткіш 3.932 теңгені құрайтындықтан жәрдемақы көлемі де артады. Осыған орай 2025 жылы мұндай жәрдемақы былай болады. 4 баласы бар отбасылар үшін жәрдемақы 63.029 теңге, 5 баласы бар отбасылар үшін 78.797 теңге, 6 баласы бар отбасылар үшін 94.564 теңге, 7 баласы бар отбасылар үшін 110.331 теңге, 8 және одан да көп балалардан әр балаға 4 айлық есептік көрсеткіш 15.728 теңге. 6 және одан да көп баланы дүниеге әкелген аналар алтын алқа және күміс алқа белгісімен марапатталады. Оларға ай сайын сәйкесінше 29.096 теңге және де 25.164 теңге көлемінде мемлекеттік жәрдемақы төленеді. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі биыл мұндай жәрдемақыға 389 миллиард теңге бөлінсе, келер жылы 474 миллиард теңге бөлінетінін жеткізді. Бұған дейін министрлік 4 баладан бастап кез келген отбасы көп балаға байланысты жәрдемақыны ала алады. Яғни бала асырап алғанда да, немесе ажырасып басқа жанмен екінші рет некеге тұрғанда да екі жақтың балалары қоса есептеледі. Көп балалы аналарға 2025 жылы бір жолғы төленетін жәрдемақы мөлшері қанша? Бірінші, екінші және үшінші бала туылғанда берілетін бір жолғы жәрдемақының мөлшері 149.416 теңге. 4 және одан да көп бала туылғанда 247.716 теңгеге артады. Ал бала 1,5 жасқа толғанға дейінгі күтіміне байланысты берілетін жәрдемақы мөлшері туу кезектілігіне байланысты. Бірінші балаға 22.649 теңге, екінші балаға 26.777 теңге, үшінші балаға 30.867 теңге, төртінші және одан да көп бала туылғанда 34.995 теңгені құрайды. Жаңа жылдан бастап күміс алқамен марапатталған аналардың ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақысының мөлшері 25.165 теңгені, ал алтын алқамен марапатталған немесе бұрын батыр ана атағын алған 1 және 2 дәрежелі ана даңқы ордендермен марапатталған көп балалы аналарға ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақының мөлшері 29.097 теңгені құрайды.